Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Франклин Делано Рузвельт және оның жаңа бағыт саясаты. Бүгін біз жалпы жоспар бойынша Франклин Делано Рузвельттің өмірін, оның ішкі саясатын және Рузвельттің сыртқы саясатын қарастырамыз. Енді бірінші жоспарға келетін болсақ, Франклин Делано Рузвельттің өмірі. Франклин Рузвельт жер иеленуші кәсіпкердің отбасында дүниеге келді. 1899 жылы мектепті бітіріп, 1904 жылы Гарвард университетінің колледжін аяқтады. 1904 пенен 1907 жылдары Колумбия университетінде заң ғылымы бойынша білім алады. 1907 жылдар менен 10 жылдар аралығында ірі заң мекемесінде қызмет атқарады. Нью-Йорк штатында жеке иелігі, Джорджия штатында емдік суы бар меншігі болды және жетекші өндірістік компаниялардың акционері еді. 1910 жылы Рузвельт Нью-Йорк штатының сенаторы болып сайланады. 13 пенен 20 жылдары ол теңіз министрінің көмекшісі қызметін атқарады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде ол әскер мен флоттың құрылымын өзгерту туралы ұсыныстарымен ерекшеленіп көзге түседі. Кәсіпкерлікпен белсенді түрде айналысып, бірнеше фирмалардың директорлары болады. Енді жалпы өзінің жеке өміріне келетін болсақ, 1921 жылы ол полиомиелит ауруына ұшырап, өмір бойы өздігінен жүріп тұру мүмкіндігінен айырылады. Алайда тағдырдың бұл ауыр сынағы оның саясатпен айналысуына кедергі келтіре алған жоқ. Халық оны өте қатты жақсы көрді. Сондықтан американдықтар оны қысқаша ФДР деп те атады. 1928 жылы Нью-Йорк штатының губернаторы болып сайланады және 1930 жылы екінші рет осы қызметке тағайындалады. Жалпы 1932 жылы президенттік сайлауға қатысқан Рузвельт әлемдік экономикалық дағдарыстан мемлекетті құтқаратын өз жобасын ұсынады және экономикалық әлеуметтік реформа жөнінде арнайы бағдарлама дайындайды. Мемлекеттің қарқынды дамуы үшін сынақ қажет деген Рузвельт өзінің әйгілі жаңа бағыт атты батыл реформалық бағдарламасын ұсынады. Бұл құжатта дағдарыстың алдын алып, жаңаша дамудың жоспарлары нақты көрсетіледі. 1932 жылы 2 шілдеде өткен осы съезде ол президенттік сайлауға үміткер ретінде ұсынылады. Рузвельттің жаңа бағыт бағдарламасы халықтың қолдауына ие болып, ол президенттік сайлауда жеңіп шығады. 1932 жылы 48 штаттың 42-сінде жеңіске жетіп, президент сайлауында додасынан ұтып шығады деп айтсақ болады. 1933 жылы наурыздан бастап Ақ үйдегі билікті қолына алған Рузвельт реформа жасауға батыл түрде кіріседі. Мына бағыттар бойынша күрделі шараларды қолға алады, яғни банк саласындағы заңдар, елдегі барлық банк жүйесіне мемлекеттің бақылауы күшейту, сондай-ақ алтынды тепе-теңдігі туралы заң қабылдайды. Қағаз ақшаларды шексіз айырбастау тоқтатылады. ақш-тың алтын үлгісінен және доллардың девальвациясынан бас тартуы. Өнеркәсіпті қалпына келтіру заңы, өндірісті жандандыруға арналған ұлттық әкімшілік арнайы федеральдық ұйым құру.
еңбек қатынасын мемлекеттік реттеу жүйесі құрылады және көмекке мұқтаж жәрдем көрсету бағдарламасы, жұмыссыздықты азайту, мемлекеттік ұйымдарды қоғамдық жұмыстарға қатыстыру. Яғни айналаны көгалдандыру, жолдар салу, электр станцияларды салу, жаңадан тұрғын үйлер салу. Салық салу жүйесін реформалау барысында артық табыстар мен мұрагерлікке, сыйлықпен берілетін мүліктерге салынатын салық көлемі көбейтілді. Рузвельттің әкімшілігінің 1933-39 жылдары жүргізілген әлеуметтік және экономикалық бағдарламаларының нәтижесіне орай мемлекет елдің барлық маңызды бағыттарына, әсіресе экономика мен әлеуметтік салаларға белсене араласты. Жалпы ақш-тың тарихында 4 рет қатарынан президент болған осы жалғыз Франклин Делано Рузвельт. Яғни 1932 жылдар, екінші кезең 1936, 40 және 44 жылдары болып сайланады. Рузвельттің сыртқы саясатына келетін болсақ, бірінші дүниелік соғыстан кейін ақш-тың оқшаулану саясатын ұстауға орай Рузвельт ақш басқа әлемнен өзін оқшаулауы тиіс, өйткені болашақтағы қауіпсіздік пен мемлекеттің ортақ игілігі Европа мен Азияның тағдырымен тікелей байланысты деп санады. Рузвельт жаңа бағытқа ішкі саяси қолдауды жоғалтып алмас үшін 30 жылдары ақш-та халықтың басым көпшілігі қолдан оқшаулану туралы саясатқа ыңғай білдірді. Франклин Рузвельт, егер ақш пен оның одақтастары әлемдік мұхитқа бақылау жүргізу үстемдігінен айырылса, онда бұл жағдайды гитлерлік коалиция батыс жартышарына шұғыл жасау үшін пайдаланады деп санады. Оның пікірінше, мұхиттарға бақылау орнату тек ақш флоты ғана жүзеге асыруы қажет деп есептеді. Германияның Польшаға шабуыл жасағаннан кейін 1939 жылы қыркүйекте Рузвельт Конгрестің арнайы сессиясын шақырады. Онда соғысып жатқан елдерге қару-жарақ сатуға рұқсат беру мәселесі қарастырады. 1941 жылы тамызда Ньюфаундленд жағалауында Рузвельт пен Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилльдің алғашқы кездесуі өтеді. Онда ақш соғысқа араласқан жағдайда екі мемлекеттің бірлескен ортақ әрекеттері қалай болуы керектігін талқылайды. Рузвельт болашақтағы әлемдік қалыптасу принциптеріне баса назар аударды. Ол 1940 жылы Конгресте жасаған үндеуде және 1941 жылғы тамыздағы Атлантика хартиясында бұған ерекше тоқталды. Болашақтағы әлемдік құрылымның ұстанымдарын негізге алған Рузвельт әрекет етудің негізгі принциптерін көрсетті. Олар өзінің одақтас әріптестерін қоғам алдындағы жалпы ұстанымдарын орындау және соғыстан кейінгі тәртіп орнату барысында орын алатын қандай да бір саяси жанжалдардың Ағылшын-Саксон кеңес Қытай коалициясын бұзып кетпеуін қадағалады. Құрметті оқушылар, бүгін біз ақш-тың 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельт жайында өттік. Үйге сіздерге тапсырма. Бейбіт және соғыс кезеңіндегі Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтап келу. Қош сау болыңыздар.